Тәуелсіз Қазақстан пойызы бүгін Екібастұз қаласына жетті. Штаб мүшелері көмірлі өңірдің жұртымен жүздесіп, түйткілді мәселесін шешуге көмектесті. Әсіресе дәрігерлер мен білім саласының мамандарына және әлеуметтік мәселелерге жауапты қызметкерлерге келген тұрғындар көп. Жалпы бүгінгі Тәуелсіз Қазақстан пойыз акциясына 1000-ға жуық екібастұздық қатысты. Айбар Төлжанұлы баяндайды. Таңғы сағат 9 вокзалдың ішінде ине шаншар жер жоқ. Халықтың ыстығы ықыласы, шынайы қуанышы мен риясыз күлкісі. Жолдан шаршап келген қонақтарға бұдан артық құрмет бар мәсірә. Тәуелсіз ел еркіндігін жасасын, жаса қазақ тағы да. Қонақтарды күтіп алысымен біз осындағы ауруханаға асықтық, өйткені тек Екібастұздан ғана емес, осы маңдағы ауыл аймақтан пойыздың дәрігерлерін апталап, тіпті айлап күтіп жүрген кісілер өте көп. Міне мұнда таңертеңнен бастап ұзын сонар кезек енді біздің дәрігерлерге үздіксіз, үзіліссіз жұмыс істеуге тура келеді. Екібастұзда педиатр мамандар жеткіліксіз, сондықтан нәрестесін көтеріп келген кісілер көп. Қариясын қолдықтап келген азаматтар да жетерлік. 23 білікті дәрігер кешке дейін 600-ге жуық науқасқа көмектесті. Жақсы, әйбет сияқты бәрінен түгел сұрап, түгел сұрақтырамыз емес, түгел жоқты қойдағыдай жауап беріп тұрған сияқты. Өзім ұнап тұр осыны. Жақсы, өзім сұрақтарым бәріне жауап берді. Штаттағы 7 министрлік өкілдері мен кәсіпкерлер палатасының мамандарына да тыным жоқ. Олар таңғы сағат 10-нан бастап 1000-нан аса адамның базынасын тыңдап, мәселесін шешті. Оқушыларды тамақтандыру, бизнеске субсидия, жастарды жұмыспен қамту, әлеуметтік төлемдердің кешігуі тағысын тағы. Мәселенің ешқайсысы жауапсыз қалмайды. Келген мәселем мен қызым қазір ол шетелде мамасымен 2009-да кеткен доверенностьпен бір айға. Содан бері көрген жоқпыз, сөйлескен жоқпыз. Осында жолығып сұрақтарды қойдым. Дәл сондай маман жоқ екен. Мен жауабымды тіркеп, енді телефондарын жазып звондаймыз деді. 150 мыңнан аса халықтың 20%-дан астамы жастар. Өңірде негізінен көмір, алюминий өндірісі дамыған. Шағын кәсіпкерлер де жетерлік. Дегенмен білікті дәрігерлер, өндірісте істейтін техниктер қажет. Айбар Төлжанұлы, Бақтияр Омаров, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодар облысынан.